Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Осыдан бірнеше айлар бұрын Қытай әлемді дүр сілкіндірді. Бұл туралы әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары жарыса айтып жатты. Бірі ауру, вирус, тұмау деді. Ғалымдар адамзатқа сынақ болып келген бұл вирусты жылдам зерттеуге кірісті. Зерттеу нәтижелерінде тәж вирусы коронавирус екендігі анықталды. Оған ғалымдар COVID-19, яғни коронавирус 2019 деп ат берді. Бұрын болмаған бұл вирус жануарлардан адамға өткендігі де белгілі болды. Бұл қалай дерсіз? Бастапқы ошағы Қытайдың Ухан провинциясында болған бұл вирус жануарлардан тарағаны өтірік емес. Ал енді ауыл шаруашылығын кәсіп еткен ағайында бір сұрақ. Коронавирус жануарлар арқылы тарала ма? Біз бүгін осы сұраққа жауап беретін боламыз. Жауап біреу. Бұл қатерлі дерт жануарлар арқылы таралмайды. Яғни бұл вирус жануарлардан адамдарға, не болмаса адамдардан жануарларға өтпейді. Бұған дәлел, бұл вирус түрі мысықтарда көп кездеседі екен. Анығырақ айтқанда, жер бетіндегі мысықтардың 10%-ында бұл вирус түрі бар. Алайда, соған қарамастан, мысықтар бұл вирусты көтере алады. Яғни олардың иммунитеті бұл вирусты жеңе алады екен. Бұл вирус тек адамдардан адамдарға ғана жұғады. Бұдан қорғанудың ең тиімді тәсілі гигиеналық талаптарды қатаң орындап, карантин ережелерін сақтау. Ал үйіңіздегі ит пен мысық сізге ешқандай қауіп төндірмейді. Сондықтан да үйіңіздегі ит пен мысықты еркелетуді тоқтатпаңыз. Оларға маска кигізудің де ешқандай қажеттілігі жоқ. Сонымен қатар, қораңыздағы малдан, яғни қой, ешкі, сиыр, жылқы, тағы да басқа түрлерінен бұл вирус таралмайды. Сүт, май, құрт пен ірімшіктің, еттің де ешқандай зияндылығы жоқ. Керісінше, адам ағзасына табиғи өнімдер өте пайдалы, әрі иммунитетті күшейтеді. Дендеріңіз сау болсын деп біз бүгінгі видеомызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.